Ұлт мәдениетінің үздігі танымал скрипкашы Айман Мұсақожаева Жетісуға келді. Қазақстанның халық артисі еңбек ерінің гастрольдік сапары рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Астана қаласы мен Қазақ ұлттық өнер университетінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Скрипка саңлағының қатысуымен өткен концерт облыс орталығының Бекендемов атындағы драма театрында болды. Ендеше сазды кештің қалай өткенін сіздермен бірге тамашалайық. Кеш шымылдығы Моцарттың шығармасымен ашылды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асқар Дүйсенбаев дирижерлік еткен Солистер академиясы мемлекеттік камералық оркестрі тыңдарманды әдегеннен сазырғағына елтіп әкетті. Олай болмайше, бұл ұжым осыдан 26 жыл бұрын әлемдік деңгейдегі скрипкашы Айман Мұсақожаеваның көркемдік жетекшілігімен құрылған. Камералық және симфониялық музыка орындауда еліміздің бетке ұстар музыкалық бренді. Оркестрде халықаралық конкурстардың лауреаттары, Қазақ ұлттық өнер университетінің талантты ұстаздары мен студенттері ойнайды. Ұжым Ресей, Америка, Жапония, Германия, Австрия елдерінде концерт қойып, халықаралық деңгейде өнер көрсетіп жүр. Барлық гастроль әйгілі скрипка шебері Антония Страдиваридің скрипкасымен ойнайтын Айман Мұсақожаеваның қатысуымен өтеді. Кіл мықты бас қосқан ұжымның репертуары да осал емес. Классика мен қазіргі заман композиторларының шығармаларынан тұрады. Талдықорған төріндегі кеште музыканттар, жергілікті композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әли Алпысбаевтың басқаруымен Құрбанғазының адайында көсілте орындады. Мы не можем ведь полететь в Астану, чтобы посмотреть концерт нашей первой скрипки. Біз еліміздің бірінші скрипкашы Айман Мұсақожаеваның концертін көруге арнайы Астанаға ұшып бара алмаймыз. Өнер жұлдызының өнерін тамашалау мен үшін арман болатын. Сәті түсіп, міне өңірімізге өзі келіп ғажап концерт беріп отыр. Бұл мен сияқты жас музыканттар үшін баға жетпес дәріс. Айман Мұсақожаева Қазақстанда ғана емес, әлемге танымал дарынды скрипкашы. Өнердегі қадамын Күләш Байсейітова атындағы республикалық музыка мектебінде бастап, Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясында шыңдаған. Көптеген халықаралық конкурстың лауреаты 20 жыл бұрын Қазақ ұлттық өнер университетінің негізін қалап, оған ректор болып тағайындалды. Ұлт өнеріне өлшеусіз үлес қосқан тұлға бүгінде мәдениеттің мәйегіне айналды. Өңірлерді аралап, классика жанрын халыққа насихаттап жүр. Самая такая область музыкальная. Жетісу өнер тұнған өлке. Концерт кезінде мен көрермендерден музыкаға деген іңкәрлікті сезіндім. Мұна театрдың өзін қараңыз. Тамаша. Мұнда түрлі конкурстар, фестивальдер, концерттер, спектакльдер дәстүрлі түрде қойылу керек деп санайым. Қасында музыка мектеп ашылған екен. Мен әрине келіп, шеберлік сабақтарын өткізіп, білгенімді жас музыканттарға үйретер едім. Оған материалдық базасы да, аспаптары да бар. Мұнда мықты музыканттардың шығуына бар жағдай жасалған. ЮНЕСКО-ның әлем әртісі құрметті атағының иегері орындаушылық өнерде әртүрлі стильді меңгерген. Аса шебер техниканы қолдануы ең қиын шығармаларды жете түсініп, әлемге әйгілі сахналарда абыроймен орындап шығуына мол мүмкіндік туғызды. Скрипкашының концерттік бағдарламаларында әлем классиктері, қазіргі заман мен Қазақстан композиторларының шығармаларынан тұратын скрипка арналған бай репертуар жинақталған. Соның бір сыпырасы театр көгінде қалықтады. Еліміздің тұңғыш скрипка егері өзінің жаңағы ерекше әр бүгінгі тыңдаушы мен көрерменге жүрегіне керемет бір тұңғиық ұялап бір әсер қалдырды. Біз ризамыз. Нағыз музыка шеберлері өнер көрсеткен кеште Нұрорда этно фольклорлық ансамбліде көпшілікке тамаша туындылар тарту етті. Концерт соңында Айман Қожабек қызы бастаған оркестрге Жетісу жұртының атынан ықылас гүлі табысталды. Облыс әкімі келісті кеш үшін өнер жұлдызы мен шығармашылық ұжымға алғысын айтты. Действительно, вот под сводами нашего театра на этой сцене. Міне, өздеріңіз куә болдыңыздар. Біз хас талант пен оркестрдің тамаша өнеріне тәнті болдық.
Бір кездері біз армандайтынбыз. Осы театр төрінде Вивальди сынды әлем классиктерінің шығармаларын Страдиваридің скрипкасымен Айман Мұсақожаева орындаса деп. Сол күн бүгін туды. Ғажап өнерді ұлықтап жетісуға келгендеріңізге рахмет. Жұлдызыңыз жана берсін. Сондай-ақ өнер тарларына облыс әкімінің құрмет грамотасы табысталды. Орайлы сәтте скрипка саңлағы да мәдениетті қолдаған өңір басшысына алғысын білдірді. Айта кету керек, оркестр жаңа жылға қарай Қазақстан мәдениетін таныстыру мақсатында Италияға сапар шекпек. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы.